Когда жұмыссыз жатқанға бір ай болды. Ал қош келдіңдер, осы ғой біздің қара шаңырақ. Шай ішейгенде. Айша, шай әкелші. Қойшы өзің баршы. Шаршағандай жұмыстан кейін ғой қазір. Немес, бүгін шаршақ. Өзім барып келе салам қазір. Шаршағанда просто шай ішіп. Қант. Қант? Абай, қант әкелші бар. Көтші. Тілі енді шығып жатыр, там бала тамдай. Кішкентай ғой. Үйреніп кетеді екен нормально. Қант дей ма қазір? Қазір? Ол қант. Өз просто тіл шыққандай ше. Немесе мен қадірлетші үйде, құрметті. Осы үйде зым шықса қарай беремін ше. Сондай әдет таққан. Шай ішіп жатыр кес. Негізі төре дейтін еді да бұрын. Ана жұмыстан шығып кеткен просто. Үйге ақша келмей жат қалған ғой ше. Қой, біз жылжиық. Мен де алып кетіңдер. Кейін алып кетеміз. Потом молчат. Алып кетесің. Иә. Мен де алып кетіңдер. Вообще мен де алып кетіңдер. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Ой, саламатсыздар ма? Сол сәл жағдайым болмай тұрады. Платныйда оқитын едім да, соған бір пицца жесем қарным ашып тұрады. И чо? Қайтейін енді? Ту сен сияқты сорлылар қақтан шығады екен, қара негр білейін. На, жесең на, бір өзіңін же, менен қалған. Құрбым, артық кеттім деп ойлап тұрған жоқсың ба? Не болыпты қара негр болса, кейін байып кетсе алады ғой ағартатын крем. Не болыпты студент болса, кейін бұл да пиццаны талайын жейді ғой. Сен бұндай емес еді ғой, қалай бұлай өзгеріп кетесің? Әпшелер, неғып кеттіңіздер? Бір пиццаға сонша қап қара деп. Менде намыс бар ғой. Ашуыма тиеді ғой менде. Бір пицца бағана ала бер дегеніңіз ғой. Рахмет сізге әпше. Ренжіттің ғой балам. Ертең бұл байып кетеді ғой. Арадан 20 жыл өтті. Әлі отырсыздар ма сіздер? Машинаны көрдіңіздер ма? Соған мен жуғам ғой. Сіз дұрыс айтыпсыз ғой әпше. Дым шықпады ғой менен, сол қайттан қарным ашып жатыр ше. Бір пицца алсам. Қазір қыздар осындай болып көрінеді ше маған. Саламатсыз ба? Инстаграмдағы Назеркесіз ғой, я? Кеше жазған едім ғой. Анау Инстаграмнан өмірді әдемі кетсе. Қарным ашып тұр. Уже ма? Иә. Сәл танысып алмаймыз ба? Жоқ, плов жеп танысқым келіп тұрсыз бен. Плов жеп па? Онда кет жеп сосын танысамыз да, я? Ой, күшті болды ғой да плов. Ұнады ма? Ұнаса болды ғой, я? Енді танысамыз ба? Таныса береміз ғой. Аяқ киім керек еді. Мына аяқ киіммен жүргеніне 2 жыл болды. Жаз қысы ем осыны. 2 жыл болды? Иә. Үйдегілер вообще қарамай ма негізі сізге? Қарағанда үйдің ортаншы едім мен. Онда алаяқ та кеттік аяқ киімі. Рахмет. Зор болды ғой, я? Блин, телефонымда ше тариф бітіп қалды. Тариф бітті ма? Иә. Ол Джокер Боб дейтін дүкен бар ғой. Содан сауал алса, актив белан любой номерге сап бере салады ше. Жазсаң сразу жауап береді. WhatsApp, Instagram, Telegram да бар ше. Содан сауал алса гигабайтта. Интернет күшті істеп Зор болып қалды ма? Оңай ғой, гигабайт сап бере салады. Маған енді бір Pro Max болса ғой. Ол 1 терабайттық. Сәл танысып алайық та, бір араласып. Білемше осындай жұмыт екенін сенің ше. Қазіргі балдар бәрі осындай вот. Білем ғой. Ол. Өзім LG-мен жүрмін ғой мен. Бәрібір алып беру керек, сүйген қызым деп. Бірінші күн ғой таныс сәл араласайық та. Жоқ, жігіттің бәрі осындай өткен. Білем ғой, бағаннан бері жүргенінде ше сен. Когда нағашыңның үйіне бір күн жатам деп 22-ші күн. Нағаш әпше ұқтап қаппын ғой, бүгін тамақ істедіңіздер ме? Жоқ. Енді істер ма тамақ? Сізде диета. Диета? Шыбын өлді ма? Көрш. Өліпті ғой. Рахмет әпше, көп. Ой бешен, байқамай қалдым. Жақтырмай жатыр деп ойлап қалма. Нормально әпше, өзім аяғым созып жатқан. Нағашы бұттай майжина болса бізге де берсей. Көтің кіші. Нағашы әпше, мен далаға шығып келем ме қазір? Давай. Қолтап болған ба? Үйде ешкім жоқ. Ешкім жоқ па үйде? Иә. Қақ кетіп қалған олар?